Егер бұл нәрселерді 16 жасыңызда естігенде, кәсіпеңізде жатырған миллион сізге ойыншық болып көрінер еді. Бірінші, егер сіз қыздарды таңдасаңыз, сіз ақшаңызды жоғалтасыз, ал егер сіз ақшаны таңдасаңыз, қыздарды жоғалтпайсыз. Екінші, ақша шығаратын машинаға айналыңыз. Кез келген нәрседен ақша жасап үйреніңіз. Үшінші, сізге ешкім көмектесе алмайтынын түсінген уақытта ғана сіз шынайы есейесіз. Төртінші, жеңімпаздар фокусты жеңіске қояды. Ал ештеңеге жетпейтін адамдар өз сәтсіздіктерінен аттап өте алмайды. Бесінші, басқалар туралы ойлап өсек шашқанша өзіңізді зерттеңіз, өзіңізді тәрбиелеңіз, өзіңізді жетілдіріңіз және өзіңізді ретке келтіріңіз. Алтыншы, табысыңызды, жеке өміріңізді және келесі қадамыңызды құпияда ұстаңыз. Жетінші, сіз өзіңіз өзгермейінше сіздің өміріңіз өзгермейді. Көпшілік сияқты өмір сүргіңіз келмесе, көпшілік істемейтін істі істеуіңіз қажет. Сегізінші, ұйқы сіздің ең жақын досыңыз болуы да, ең жойқын жауыңыз болуы да мүмкін. Ерте жатып ерте тұрып, ұйқыны досыңызға айналдырыңыз. Тоғызыншы, көп ақша келген кезде, оны қалай керегіңізге жаратуды емес, оны қалай көбейтуді ойлаңыз. Ал егер ары қарай дамығыңыз келсе, біздің арна сіздерге арнап байлық жинаудың 9 қағидасы атты өте пайдалы чек-листі жасап шығарды. Бұл ақпарат арқылы сіз өзіңіздің қаржылық тәуелсіздігіңізге, көп ақша жинауға деген алғашқы үлкен қадамыңызды жасай аласыз. Осыншама пайдалы ақпаратқа ие болу үшін маған жекеме байлық сөзін жазыңыз. Көпшілікке пайдалы болу үшін бағасын бүгін ғана өте қолжетімді етіп қойдық. Алып үлгеріп қалыңыз.